Армысыз ағайын. Мен осы 2-3 күннен бері тікелей эфир жүргізіп жүргем, мына дізеге байланысты. Енді ойлап тұрмын, тікелей эфирді енді адамдар байқамай қалады, көрінбей қалады, анда жаза алмайсың, тағы осы дізеге байланысты екенін. Сондықтан мен бірінші жазып алып, сосын барып шығарайын деп ұйғардым. Дізеге байланысты көп адам, мен өзім сонымен айналысатын адам болғандықтан, көптеген күнде кәдімгі екінің бірі деуге болады, тіземен қиналып жүргендер. Мен өзім де осы содан өттім. Тізеден көп зардап шектім, әлі де шегіп жүрмін. Себебі әбден жас кезде білмей бәрін бүлдірдік қой әбден. Сондықтан енді қазір біраз дұрыстадым, түзедім, бірақ дегенмен бәрібір қалдықтары бар. Тықырлайды, сытырлайды, шымырлайды, ауырады арасында, өзінен өзі ауырып тұрады. Сол әйтеуір жаттығулар күнде жаттығу жасаймын. 2 рет, 3 реттен соның арқасында жүргіземін. Әйтпесе баяғыда жататын адам, сол қазір 2-ның бірінде осы тізе мәселесі шығып тұр. Оның көп несі бар, себептері бар. Қазір адамдар аз жүреді, көбінде отырады, көп жағдайда отырады. Машинада отырады, столда отырады, диванда отырады. Және биік стол жерге отырып тұрудың өзі де қазір қалды, сондықтан тізе мәселе және артық салмақ көбейіп кетті адамдарда. Бұны атқа мініп түсудің өзі де жаттығу еді, ол да қалды қазір. Сондықтан тізе мәселесі өте қатты, кәдімгі ушығып тұрған нәрсе. Сондықтан осы тізе мәселесіне мен көп уақыт бөлгім келіп тұр. Енді көп сөйлемей бірден кірісіп кетейік. Мен енді өзім тізеден зардап шеккендіктен көп жолдарын қарастырдым, тізенің ауруларын мәселесі шешу жөнінде. Енді содан жиған тыйғандарымды жемендеп сіздермен бөлісуге ниетім бар. Ал енді бүгін бірінші жаттығу маған жақсы көмектескен тіземе. Оны мен сумо деп атаймын, сумо. Ана жапон күресінен соған ұқсайды өйткені несі тұрысы. Содан бастаймыз. Бүгін бір жаттығу, сосын сөйтіп күнде бір жаттығудан қарастырып отырамыз. Ал жақсы. Бірінші аяққа ашамыз. Сосын мені отырып, қолды санға қоямыз, бас бармақты артқа жіберіп. Осылай тұрамыз. Сосын екі жаққа қарай жантайып, бұлай ойысамыз. Жамбасты көтермеңдер, бұлай үстімен жүрмейміз, бұлай осы тұрған күйінде, осы деңгейде бұлай бұрыламыз. Аяқты қозғамаңдар, табанды. Сосын мына жаққа кетеміз. Егер демалумен істесең, тіп жақсы болады. Міне бұлай шетке шыққанда демаласың, мысалы қайтып келе жатқанда демді шығарамыз, сосын мына шетке тағы демаламыз. Немесе керісінше ортадан демаламыз, шетте дем шығарамыз. Дем шығардық. Мына демаламыз, дем шығарамыз. Міне осылай 15-20-дан екі жаққа істеп тұрсаңыздар күнде. Көбірек істеуге де болады, артық етпейді. Енді кемінде 15-20 осындай қимыл жасап, сонда мына бүкіл екі жағындағы сіңірлерде, тарамыстарда жақсы өзіне не алады бір әсер. Ішіндегі мына екі қиылысқан екі тарамыз бар, соларда жақсы әсер алады. Сосын және айналасында мына сіңірлерді де біз созып, тартып, бұрап, сөйтіп, осындай әсер береміз. Міне осы жаттығудың өзі біраз шаруаны шешеді. Қолданып көріңіздер.